Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын мохито дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші лимонды ортасынан кесіп, жарты бөлігін графинге саламыз, және жарты бөлігін езетін ыдысымызға турап саламыз. Дәнектерін алып тастаймыз. Ал енді лаймды да солай жасайтын боламыз. Жалбызды жапырақтарынан ажыратамыз, екі ыдысымызға бөліп саламыз. Шамамен 20 жапырақтан болады. Ал енді блендерлейтін ыдысымызды аламыз, үстіне сәл спрайт қосып, осы массаны жақсылап блендермен еземіз. Барлығын езіп алғаннан соң, сүзгіштен сүзіп аламыз. Шыққан согын графинге құямыз. Үстіне 1 литр спрайттан құямыз. Өте оңай жасалатын және қолжетімді заттардан тұратын мохитомыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған ардақ, лайк басуды ұмытпаңыздар.